Сонымен біздің ең алғашқы тоқталатын кездесу әрине бұл ерлер арасында 155 фунт салмақта 70 кг салмақта өтетін тартысты кездесу болмақ. Ерлер арасында 155 фунт салмақта нөмірі 13-ші орында тұрған Джалин Тёрнер мен оның қарсыласы Чили елінің өкілі Игнасио Бахамондес арасында өтетін тартысты кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі делік Чили жауынгері Игнасио Бахамондесті фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Чили жауынгері Игнасио Бахамондестің өткізген әрбір кездесуі қан жосаға тола, тартысты кездесулерге тола екенін білеміз. Бұл жауынгердің джиу-джитсу мен бокс стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің нокаутқа түсіретін керемет күші бар екенін де білеміз. Ал Джалин Тёрнердің жалпы бокс стилі, сонымен қатар тік тұрып соғысу стилі, джиу-джитсу стилінде керемет деңгейде екенін атап өтейік. Жоғарыда атап өткендей, бұл кездесуде Чили жауынгері фаворит болып отыр. Менің ойымша, бұл кездесуде Чили жауынгері Игнасио Бахамондес Джалин Тёрнерді кемінде төрешілердің шешімімен, болмаса нокаутпен жеңуі тиіс деп есептеймін. My goodness.